Әкімі ғана емессіз, сіз бүкіл республикалық деңгейдегі қайраткерсіз. Осы мәселеге жаныңыз ашитын қайраткерсіз. Мен оны өте қабақтармын. Олай болса, дәл осы мәселені тоқтатпай, тамшылатып болса да, жалпы елімізде, облыста ғана емес, жалпы елімізде науқанкершілікке жол бермей, үздіксіз жүргізіп, оң нәтижеге қол жеткізсек, ата-баба аманатын алдындағы біз орындаған болар еді. Адал болғандығымызда. Сондықтан сізге істеп жатқан жұмысыңызға, қызметіңізге бастап жатқан табыс тілеймін. Абыройыңызға абырой. Қазақстан islambek.dastan Жамбыл облысы жастар ұйымдарының қауымдастығының президенті болған, Жамбыл облысы қоғамдық кеңесінің ең жас мүшесі болып келеді. Енді менің даусым бәріне естіп қалған шығар, осы мемлекеттің бар көмегін ең бірінші алған үкіметтік емес ұйым мен боламын. Өйткені премияны да алған, сыйлықақыны да алған, грантты да алған, государствоны да алған, бәрін алған мен. Көмегім жоқ, Құдайға шүкір. Қолдан бірінші мәселе. Екінші мәселе осы сіздің негізі үкіметтік емес ұйым. Мен қазір кішкене әріптестеріме қарым ашып отыр. Біз басты нәрсені ұмытып баратырмыз. Үкіметтік емес ұйыммен билік, мынау халық пен биліктің ортасына көпір болу керек. Біз қазіргі уақытта, қазіргіне бір сол жасалып жатқан жұмысын бетімен кетіп баратқан сияқтымыз. Мен деген ол нәрсені дұрыс қабылдамаймын. Ол біріншіден. Екіншіден, үкіметтік емес ұйымның негізгі мүддесі, негізгі мақсаты ол қоғамның үнін жеткізу, айту. Бізде осындай жағдай болып жатыр. Бізде осындай проблемалар бар. Осыны жеткізейік деген мәселелер бар. Оны мен шыны керек қазір естіген жоқпын. Бұл жерден енді мынау пандемия басталғаннан кейін Бердібек Сапарбаевқа өзіңіздің Facebook аккаунтыңызды белгілеп, мен біраз рет штаб тізімін сұратқам. Республикалық штаб ілініп тұр, президент басталған, маймын басталған, бүкіл кім бар екен. Біздің облыстық штабтың тізімін алу мүмкін емес. Берген жоқ. Алақта өшіріп тастайды. Белгілеген жерлерін болды. Керек емессің, сен сөйлей бер деген секілді. Мен оны 3 айдан кейін зорға дегенде оған қол жеткіздім. Алдым бірақ. Аллаға шүкір. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, өзіңіздің бастамаңызбен қоғамдық бақылау топтары құрылды. Бірақ ардагерлер кеңесі ол жалғыз үкіметтік емес ұйым емес. Сол жердегі үлкен кісілер олар жалғыз үкіметтік емес ұйымдар емес. Неге азаматтық белсенділерді, неге сол қалаға, неге сол ауылға жаңа ашитын соған барып келуіне, соның тасына төселіп жатқан жолына жаңа ашитын бірде-бір Фейсбуктың белсендісі қосылмаған. Дұрыс. Мен мынау Тараз қаласы әкімдігінің несін Фейсбуктың постоянно көріп отырмын, суреттен салып отырады, видеолан салып отырады. Бірақтан мынандай жұмыс не істедім, мынандай не істеді, мен тек қана мұқаш ескендікті ғана көріп отырамын, болды. Басқасын бәрі фотоотчет барды, көрдік, жақсы жасап өткен сауалымызды. Ол нәрсе елді былай айтқанда шашатты. Фотоотчетпен жұмыс жасау. Сол үшін менің ұсынысым тура осы еді. Азаматтық белсенділерді кіргізу. Сол жерде олар үнін жеткізіп, мынау мынандай отыр екен, мынандай отыр екен, өте басқа көзқарас берді. Үшінші мәселем осы 2 айдың уақыт істемей қойын, 1 айдың уақытысы болды. Мен өз басым тоқтамай қоғамдық көлік туралы айтып келедім. Тура андай болды ғой, завтра деп, әлі біз обедке жеткен жоқпыз. Қаншама халық әлі күнге дейін жұмыстарына бірінші жаяу барады. Екіншіден, оны жұмыс беруші автобуспен қамтамасыз етсе, етпесе, ол да қалды, ол таксилетіп жүр. Біз сол кездегі осы жердегі отқан 50 адамның қазір бәрі көліктермен мынау отқан біздің басқармашылар өздеріне берген тиесілі мемлекеттік қызмет көлікпен келді, рахмет, дұрыс. Бірақ анау
қаладағы 30-40% айлығы 80 мыңнан 80 мыңға күнін көріп жүрген адамдарды бір сәт болса да ойлап қойып, оларға мүмкіндік жай ғана жұмысқа барып келуін жасау керек еді. Кішкене осы. Түсінемін, қазір айтасыздар, ана автобус кішкентай болды, басқа болды деп. Ол халықтың былай айтқанда баруына ешқандай әсер еткен жоқ. Ол шыны керек. Алматы мен білемін, бірде-бір күн тоқтаған жоқ автобустар. Бірде-бір күн. Неге өйткені Алматы қаласы үлкен, жұмысқа барып келу керек, анаудан мынаудан ожаттап қатынап тұрды. Және менің соңғы айтайын дегенім, осы облыс әкімдікте 3-ші жағда мені бір жақсы көрмейтін адамдар менің сөйлеп тұрған сөйлемімді алып кетіпті. Білмеймін қайда екенін. Түсінбедім мен оны. Осындай жағдай болды. Рахмет. Сізді жақсы